Қазақстандағы шағын бизнес, әсіресе базар саудасын уахапшылар, сәләфизм идеясына табынушылар басып барады. Бұл менің сөзім емес, мәжіліс депутаты Ермұрат Бәпи ағамыздың айтқаны. Бүгін бірнеше мәжілісмен діни радикализмге қатысты заң қабылдауды ұсынып, үкіметке сауал жолдады. Ермұрат Бәпи былай дейді: базарларда теріс сектаның дамуына кеңінен мүмкіндік беріп, жан-жақты жағдай жасап отырған жергілікті билік өкілдері. Жасыратыны жоқ. Уақытында елге танымал азаматтар, оның ішінде депутаттар да қоғамға салафизм мен арабизацияны енгізуге тырысты. Жақтаушылар іздеп, қолдаушылар тапқандар да бар. Сондай-ақ мемлекеттік биліктің өз ішінде де уахабизм мен жат ағымдарды насихаттауды қолдайтын лауазымдық қызметкерлер бар деген дерек менің құлағыма жетті. Мәжілісмен теріс діни ағымды ескі Қазақстанның өкілдері алып келіп, халықтың санасына құйды дегенге қатты сенімді. Дәлелді алыстан іздеп қандай қажеті бар? Кешегі Қазақстанда пайда болған, қазір дамып, өркендеп, бір тіпті діни емес, саяси күшке айналған уахабизм, салафизм идеясының негізгі қолдаушылары және дем берушілері, қаржыландырушылары ол жаңа Қайрат Сатыбалды айтылып жатыр ғой. Оның артық қандай дәлел керек? Ал Қайрат Сатыбалды өзінің ағасының жаңа ескі Қазақстанның ишарасынсыз, қолдауынсыз ешқашан ондайға бармайды. Қазақстандағы теріс діни ағымдар негізінде мынау 2000 жылдардың басында, мөлшері 2002-2004 жылдары сол Нұрсұлтан Назарбаевтың ишарасымен, ымдауымен келген. Аманжол Әлтайды нағыз қазақтың бейнесін көрсететін ұлттық қасиетіміз домбыраны харам дейтіндер көбейгенін айтып, теріс ағымдағы азаматтар салт дәстүрімізді харам деумен қоймай, тіпті Наурыз мерекесін тойлауда дұрыс емес деп бет қақтырмайтындар шыққанынан алайды. Бұндай ақпараттар қоғамның түсінігін 40-қа бөледі деген депутат теріс ағымдарға тез арада тыйым салғанда ғана өнегелі ұрпақ тәрбиелеуге болады деген ойда. Мемлекет діннен бөлекпіз деп, жат ағымдардың тайраңдауына жол берілді. Ұлттық құндылықтарымызға, салт дәстүрімізге шабуылдаушы күштерге әй дейтін әже, қой дейтін қожа болмады. Өкінішке қарай, етек жеңімізді жинап, есімізді жия алмай келеміз. Меніңше, біздің мемлекет ретінде араласып, жөнге салатын уақытымыз әлде қашан келді. Алды Қазбек Иса ағамыз осыдан 12 жыл бұрын діни радикализмге заңмен тыйым салатын кезде сол кездегі ұлттық қауіпсіздік комитеті қарсы шыққанын айтады. Депутаттың ойынша қазір ән әлемінде, айтыста, спортта да тайраңдап жүрген жат ағымның өкілдері дінді жамылып алып, әріптестері мен олардың ән сүйер жанкүйерлеріне өз салттарын кіргізіп жатыр. Сөзінің соңын депутат дінге, тілге қарсы ел бұзар теріс ағымдардың бәріне тосқауыл қойылуы тиіс деп аяқтады. Ұлттық мүддемізбен дәстүрімізге, ел бірлігіне балта шабатын, мемлекетке тағы да қауіп төндіріп жатқан діни теріс ағымдарға заңмен қатаң тыйым салу қажет. Бұдан кейін кеш болады. Өткенде Ринат Зайытов Қазақстанда алаяқтықтың 80%-ын намаз оқитындар жасайды дегенде айтыскерлер мен діндарлар шулаған еді. Ендігі реакция қандай болар екен? Өмір көрсетеді.